Баршаңызға қайырлы күн достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқыға дайындауға болатын өріктен табиғи шырынның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте керемет әрі қою болып шығады. Рецептің маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеле кетуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен өріктерімізді тазалап жуып алып, және де осылай ішіндегі дәнектерінен тазалап алатын боламыз. Тазалап алған өріктерімізді ет тартқыштың көмегімен мен тартып алатын боламын. Сіздерде блендер болса, блендердің көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Барлық өріктерімізді ет тартқыштың көмегімен тартып алдық, және де мен оны таразының көмегімен өлшеп алдым. Менде өріктерім 4 келі болып шықты. Енді осы тартып алған өріктерімізді үлкендеу кастрюлямызға салып алатын боламыз. Өрігімді таразының көмегімен өлшеп алатын боламын. Менің өріктерім 4 келі болып шықты. Осы 4 келі өрігімнің үстіне 2 еселеп су құятын боламын. Яғни 4 келінің үстіне 8 литр су құятын боламын. Суымды құйып алғаннан кейін жақсылап бір араластырып аламын. Дәл осы видеода көрсеткендегідей араластырып шығасыздар. Соғымызды қайнатпас бұрын ситаның көмегімен сүзіп алатын боламыз. Дәл осы видеода көрсеткендегідей сүзіп аласыздар. Сүзіп алғанда өріктеріміздің осындай қою заттары бізге керексіз, алып тастаймыз. Осы барлық сүзіп алған шырынымызды үлкен кастрюлямызға құйып, отымызға қойып, қайнатуға кірісетін боламыз. Міне біздің шырынымыз қайнай бастады. Осылай қайнай бастағанда бетіне көбіктері шығады. Осы шыққан көбікті сүзіп алып тастап отырасыздар. Әр қайнаған сайын астын араластырып отыруды ұмытпаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Және де қайнаған сайын бетіне шыққан көбігін міндетті түрде сүзіп алып отырыңыздар. Бірінші қайнаған сәтінен бастап 15 минут қайнатып алатын боламыз. Шырынымыз 15 минут қайнағаннан кейін үстіне қантымызды салып, бір араластырып, тағы да баяу отта қайнататын боламыз. Қантымызды салғаннан кейін міндетті түрде 15 минут қайнатып аламыз, және де осылай бетіне шыққан көбігін алып отырамыз. Міне біздің шырынымыз қайнап жатыр. Енді келесі кезекте бір қасық көлемінде лимон қышқылын қосатын боламыз. Лимон қышқылын қосқаннан кейін тағы да 15 минут қайнатамыз. 15 минут қайнағаннан кейін оттың астын өшіріп суытамыз. Міне біздің шырынымыз осымен дайын. Келесі кезекте банкамыз бен қақпағымызды стерилизовать етіп алатын боламыз. Барлық банкілерімді стерилизовать етіп алдым. Енді осы дайын болған банкілеріміздің барлығына шырынымызды жылы күйінде құйып шығатын боламын.
барлық банкамызға құйып алдық. Енді банкамыздың бетін закрывашканың көмегімен жауып шығатын боламыз. Жауып алған банкілерімізді төңкеріп, осылай толықтай жабылғанын тексеретін боламыз. Осы жауып алған барлық банкілерімізді төңкеріп, орап бір түнге қалдыратын боламыз. Бір түн өткеннен кейін шырындарыңыз одан әрі қоюланатын болады. Әрдайым менімен бірге болып, мені қолдап жүрген көрермендеріме мың алғыс. Және де жаңа көрермен болсаңыздар, арнама тіркеле кетіп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментария бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Менің жаңа видео рецепттерімде жолыққанша сау болыңыздар.